Кәсіпкерлік қызметтің негіздері. Бизнес үшін кәсіпкерліктегі басты құжаттардың бірі бизнес идеяны, маркетингтік жоспарды, қаржылық жоспарды және персонал жоспарын қамтитын бизнес жоспарды жасау қажет. Сондай-ақ толық жұмыс істеу үшін сізге қандай бастапқы капитал қажет болатынын түсіну керек. Оған мыналар кіреді: меншікті қаражат пен жинақ, туыстар мен отбасының көмегі, несиелер, лизинг, гранттар. Бұл бүкіл процесс бизнесті бірқатар дәйекті әрекеттерден дұрыс бастау үшін қажет. Өз күштері мен мүмкіндіктерін бағалау, бизнес идеяны қалыптастыру, болашақ бизнестің бизнес жоспарын құру, өз бизнесіңізді құру туралы шешім, меншік нысанын таңдау, заңды тіркеу. Кәсіпкер бұл өз ісін құра отырып, тәуекелге баруға және тәжірибе жасауға дайын, өмірін өзгерткісі келетін және көп жұмыс істеуге дайын адам. Кәсіпкер бұл адам, кем дегенде бірнеше коммерциялық операцияларды жүргізуде жетістікке жетті, өз ісін орындауға жеке қатысады, өз ісінің нәтижелері үшін материалдық жауапты болады, істің даму бағыттарын таңдау кезінде шешім қабылдау құқығына ие, істе алынған пайданы басқаруға құқығы бар. Осы критерийлердің әрқайсының болуы кәсіпкердің мәртебесіне сәйкес келуі үшін қажет. Бірақ, сіз ойлағандай, табысқа кепілдік беру үшін жеткіліксіз. Кәсіпкерлік қызмет, мүлікті иеленуден, тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан немесе қызметтер көрсетуден жүйелі түрде пайда алуға бағытталған өз тәуекелімен жүзеге асырылатын қызмет. Кәсіпкерлік қызмет жеке адамның немесе адамдар тобының табыс, пайда алуға бағытталған әрекеттері. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын адам. Әрбір кәсіпкердің өз дело болуы немесе басқа кәсіпкерлерге бизнес құруға көмектесуі мүмкін. Кәсіпкерлік қызмет бұл мүлікті пайдаланудан, тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан немесе қызмет көрсетуден пайда табуды мақсат ететін басқарудың белгілі бір тәсілі. Кәсіпкерлік қызметтің ерекшеліктері. Кәсіпкер әрқашан тәуелсіз, дербес шаруашылық жүргізуші субъект ретінде әрекет етеді. Кәсіпкер өз дело үшін материалдық жауапкершілікке тартылады. Кәсіпкерлік қызмет тәуекелге тән, яғни шығындардың пайда болу ықтималдығы, жетіспеушілік. Кәсіпкер табыс немесе тіпті оның күйреуі. Кәсіпкерлік қызметтің мақсаты әрқашан пайда табу болып табылады. Жеке және ұжымдық кәсіпкерлікті ажыратыңыз. Жеке кәсіпкерлік бұл бір адамның және оның отбасының кез келген жасампаз әрекеті. Ұжымдық кәсіпкерлік бұл адамдар ұжымының кез келген жасампаз қызметі. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері. 1. Өндірістік кәсіпкерлік кез келген бағыттағы, материалдық, зияткерлік, шығармашылық өндірісті жүзеге асырады. 2. Коммерциялық кәсіпкерлік кәсіпкер басқа адамдардан сатып алған дайын тауарларды сатудан тұрады. 3. Қаржы кәсіпкерлігі сатып алу сату нысанасы ретінде сатып алушыға сатылатын немесе кредитке берілетін ақша, шетел валютасы, бағалы қағаздар болатын кәсіпкерліктің ерекше түрі болып табылады. 4. Сақтандыру кәсіпкерлігі сақтандырушы кәсіпкер белгілі бір ақыға сақтанушыға мүлікке келтірілген залалдың, денсаулыққа келтірілген зиянның және тіпті күтпеген сақтандыру жағдайдың салдарынан өмірінен айырылудың орнын толтыруға кепілдік береді. 5. Делдалдық кәсіпкерлік кәсіпкердің сатушының сатып алушыны табуына және керісінше, олардың арасында сатып алу-сату мәмілесін жасасуына ықпал ететіндігімен сипатталады. Кәсіпкерліктің келесі нысандарын да қарастыруға болады. Франчайзинг бірнеше фирмалардың ынтымақтастық нысаны. Нарықта белгілі есімі бар компания оны пайдалану құқығын, мүмкін өндіріс технологиясымен бірге ынтымақтастық шарттарын қарастыратын келісімшарт негізінде шағын жеке фирмаларға береді. Венчурлық фирма, ағылш. Венчур тәуекел, бизнесті инновацияларға айналдыратын, оларды одан әрі аяқтау үшін ғылыми зерттеулер әзірлейтін коммерциялық ұйым. Кәсіпкерлік қызметтің функциялары. Ресурстық кез келген экономикалық қызмет үшін экономикалық ресурстарды тиімді біріктіру қажет. Табиғи, инвестициялық, еңбек, ұйымдық кәсіпкер өзінің қабілеттерін өндіріс факторларының бірігуін қамтамасыз ету үшін пайдаланады. Бұл мақсатқа жоғары пайда алуға ықпал етеді. Шығармашылық кәсіпкерлік қызметтегі жаңашылдықпен байланысты. Венчурлық өндіріске техника мен жаңа технологиялардың жаңа үлгілерін енгізумен байланысты. Кәсіпкерліктің келесі түрлері бар. Шағын, орта және ірі бизнес, микрокәсіпорындар. Оларды бөлу. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті бөлу үш критерий негізінде жүргізіледі. 1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу. Жалпы, шағын және орта бизнес үшін 25-дан аспауы керек. 2. Күнтізбелік жылдағы қызметкерлердің орташа саны. Шағын кәсіпорындар үшін 15 адамға дейін, шағын бизнес үшін 100 адамға дейін, орта бизнес үшін 250 адамға дейін.